қош келдіңіздер. Сіздерді мына жемістер арқылы аттарыңызды жазып, есімдеріңізді жазғыздық. Есімдеріңізді білген, танысу мақсатында алып келген мектеп жемістермен жазғыздық. Одан кейін QR код арқылы топтарға біріктіңіздер. Сіздер қандай топ болдыңыздар? Ультра микроэлементтер. Сіздер екінші топқа не топсыздар? Микроэлементтер. Ал сіздер үшінші топ қандай топсыздар? Макроэлементтер. Бүгінгі жалпы қазір шебер сынып барысында бізде арттағы әріптестеріміз эксперт қызметін атқарады. Біздің сабақ барысында жасалған жұмыстарымызды соңында саралап айтып береді. Алты әріптес бар. Бір парақтан алыңыздар, мына жерде түсіндірмесі бар. Мына жерде қызметкерлерге байланысты алыңыздар. Осы түске байланысты қызмет жасайсыздар. Жазуға ыңғайлы. Алтау керек қой бізге. Бір әріптес алыңыздар. Бұл жерде қызметтерді жазылған текстің осы топтарға жасап отырасыздар ма? Анализ жасап отырсыз. Соңында айтып бересіздер. Тағы бір әріптес бар? Айшер аға жіберейін. Айшер аға. Сіз барыңызшы Айшер. Алты әріптес болу керек қой, эксперт бізде. Апай қазір шығады екен қазір. Алты әріптес. Әріптестеріңізге байланысты өзінің қызметі бар, сұрақтары бар. Сол бойынша анализ жасап отырасыздар. Қатысушыларға соңында қорытынды жасап, сіздер талқылап қорытынды жасап бересіздер. Досыңыз болса, көршіңіздің басын сипайсыз. Оң жақтар, достарыңыз, егер досыңыз болса, өмірде досыңыз болса, қасыңыздағы адамның басын сипайсыз. Бұлар сияқты істеп қойыңыздар ма? Екінші, егер сіздің үйіңізде мысық болса, өз басыңызды сипайсыз. Мысық болса, үйіңізде мысық болса. Ал үшіншісі, егер үйіңізде сіз ит асырасаңыз, итті жақсы көрсеңіз, көршіңізді құшақтайсыз. Жоқ, болса ондай әрекеттер жасамайсыз. Келесі, егер сіз құстарды жақсы көрсеңіз, қолыңызды созып, құстарша қанат қағыңыз. Құстарды жақсы көрсеңіз, құстарша қанат қағамыз. Келесі, егер сіздер отанымызды, Қазақстанды жақсы көрсеңіздер, алақандарыңызды ашып, 3 рет соғамыз. Рахмет. Енді ары қарай сабағымызды бастап кетейік. Бүгінгі сұрақтарға жүзеге асады. Құрылымдары құзыреттілік білім, мәнмәтіндік текстер, мәнмәтінде бересіз. Әр қосылсын. Білумен қалып кетеміз. Білу, жинақтау, талдау, қолдану деген біз бармаймыз ол жерге. Яғни иә жоқ, сәйкестендір, соны өздеріңіз айтып отырсыздар. Яғни оқушының білім деңгейін төменгі деңгей сұрақтармен қалдырып отырмыз. Сондықтан кішкене талдау, жинақтау, бағалауға біз назар аударуымыз керек. Алдыңғы өңірде сондай еді ғой жоспарымыз қанша? Бұл да кейін өзгертті. Қазір бізде тапсырмаларына қарайтын болсаңыздар, жинақтарда бар, тапсырмаларда бар, курстарда оқытылып жатыр. Осы талдау, жинақтау, бағалауға тапсырма құрастырған. МЖБ құрастырғанда да дәл сондай ғой. Өзінің ойлау деңгейі болады, соған байланысты құрастыру. Біздің сыныбымыздың, менің сыныбым оқушылардың оған шамасы келмейді деп оңай тапсырмаларды алуға да болмайды. Яғни оқушының сол деңгейге біз жеткізуіміз керек. Өйткені ол бізге берілген мақсат. Біз қандай да жолмен сол мақсатқа жетудің амалын жасау керек. Сол кезде ғана біздің оқушылар жоғары нәтиже көрсетеді. Білу түсінумен қалып отырмыз қазір. Шыны керек, сол деңгейде отырмыз. Пизада байқайсыздар ма? Мысалы, бірінші, екінші деңгейде жүрміз ғой, барлық аудан, облыс бойынша не только аудан? Қазақстан бойынша. 6 деңгей бар да пизада, бірақ 5-6-ға жету мүмкін емес. 3-4-ке бір ең саған жетеді. 500 балл деген ең төменгі. Бір екінші деңгейде жүрміз. Ол деген әшейін бала базасы бар болды. Тек қана не дейді, мұғалім назарынан тысып кеткен оқушылар деп айтады ондайды. Сондай оқушы болып жүрміз. Сосын оқушыларға бағалауды беріңіздер, бағалауды қазір неше түрлі. Сұрақтарыңыз ашып салайық.
масаға сабақтың Ерекшеліктері. ерекшеліктері. Негізі ерекшелігі мынау. Ересек адамдарды бағалау үшін дедік. Бірақ бұл жерде терең түсінік бойынша бізде білім алушылар бар ма, соларды жан-жақты зерттеу керек та. Несі қандай, қабілеті қандай, болмаса қандай немен байланысқа түскеннен кейін жаңағы қоршаған ортамен байланыс қалай, соған бағалау үшін деп жаздық. Келесі себебі білім дағдыларын игеру дедік. Сөйтіп 4 неге салдық. 5-шіде мынау мысал ретінде әлеуметтік тұрмысына қарай әлемге терең көзқарасты үйрену. Енді әр неде әлеуметтік жағдайлар болады, соған байланысты қоршаған ортамен көзқарас қалыптастыру болып тұр. Келесі қорыта айтқан кезде білім сапасын жетілдіру және сауатты болуға дағдыландыру дедік. Функционалдық сауатты екендігін көрсете білді. Және шебер сыныпта ұстаздарға соны тапсырмаларды, қай деңгейдегі тапсырмалар екендігін түсіндіруге әрекет жасады. Рахмет көп. уақытты қысқартып қойдыңыз. Жалпы әдіске салу керек қой, әдіске.